Сарқандағы Сиверс алмасы гүлдеді. Жоңғар Алатау бөктерінде жайқалған жетісу брендін көруге келетіндер саны көп. Сондықтан биыл 5-ші жыл қатарынан фестиваль ұйымдастырылып отыр. Әлемдегі алма тасының әсем кезеңін біздің түсірілім тобы да тамашалап қайтты. Сиверс жабайы алма ағашы жер бетіндегі бүкіл алма атаулының атасы. Еуропа ғалымдары оны 165 миллион жылдық жеміс екенін дәлелдеп отыр. Тарихы тереңде жатқан алма ағашы аязға, аптап ыстыққа төзімді келеді. Тіпті 300 жылға дейін өсіп тұратын көрінеді. Қызыл кітапқа енген бұл жеміс ағашы Жоңғар Алатауы ұлттық табиғи паркінің 4000 гектар алқабын алып жатыр. Оның гүлденгендегі көрінісі көздің жауын алады. Мұны көргенде, көрмегенде арманда. Сондықтан осы сәтті тамашалау үшін фестиваль аясында еліміздің әр аймағынан туристер көптеп келді. Жапониядағы сакура ағашының гүл ашқаны қандай көркем болса, Сиверстің гүлденуі сондай көз тартады. Сиверс алмасы негізінен Іле мен Жоңғар Алатауы баурайында Тянь-Шань мен Тарбағатай тауының жұтыларында өседі. Оны осыдан 165 миллион жыл бұрын пайда болғанын 2002 жылы британдық биолог-генетик Берри Джунепер анықтады. Шетелдік ғалымдар жер бетіндегі бүкіл алманың атасы қазіргі Қазақстан жері деген қорытынды жасады. Осылайша Сиверсті сақтау халықаралық қоры құрылып, Жетісу Алатауында бұл алма ағашының гүлденуіне арналған фестиваль өте бастады. Әрбір өзіміздің Қазақстанға тән байлықты сақтап келу деген программасында бар. Соның жүйесінде біз осы ісімізді арғарта іске асырсақ, біз өзіміздің осы Сиверс алмасының жабайы ареалын сақтап қалып, оның тазалығын сақтасақ, бұл тек қана әлгі Қазақстан үшін, Орта Азия үшін емес, дүние жүзілік маңызы бар ең бір табиғи зона осы жер. 2010 жылы құрылды. Ал бұны зерттеу жұмысы 2004 жылы басталған болатын. Сонда 6 жыл бойы біз бүкіл жаңағы Іле Алатаудың бүкіл осы нелерді картаға түсіріп, пока үкіметке жіберіп, пока парламентқа кіргізіп дәлелдегенімізде 5 жыл өтіп, 6 жылы 2010 жыл парк құрылды, заңды түрде бекітілді. Жабайы алманың негізгі гендік қоры ұлттық табиғи парк аумағында, демек мемлекет қорғауында. Табиғат жанашырлары жабайы алманы сақтап қана қоймай, оны жаңартып, молайтып жатыр. Жоңғар Алатау мемлекеттік табиғи паркінде 4 бөлім бар, оның біреуі ғылыми бөлім, орманды молықтыру бөлімі, жануарлар әлемін қорғау және өсімін молайту бөлімі, және экологиялық ағарту, экологиялық туризмді дамыту бөлімдер. Біздің негізгі міндетіміз осы Қазақстанға әйгілі генофонд болып табылатын Сиверс алмасының орман алқаптарын сақтап қалу, оларды көбейту, және де осындай бүгінгі өткізіліп жатқан фестиваліміз сияқты оны барлық Қазақстанға насихаттау. Мыңдаған гектар жабайы алма бір мезетте гүлдегенде тау бөктері ерекше сұлулана түседі. Дәл осы сәтті көріп, суретке түсіп, сейіл құратындар қатары да артып келеді. Бірақ алма фестивалі тек тамашалау ғана емес. Мұнда ұлттық ойындар, салт-дәстүр мен дастархан мәзірі бәрі бар. Хотим провести этот празднование 90-летия. Біз бұл шараны Алматы облысының 90 жылдығы мен Жоңғар Алатау паркының 12 жылдығына арнап ұйымдастырып жатырмыз. Этнофестивальді Жетісу Ұлы Жібек жолының жаңғыруы деп атадық. Себебі мұнда 6 адам Жетісу шеберлер орталығының қолөнершілері келіп, өз туындыларын көпшілікке таныстырды. Бұл шара алдағы уақытта да жалғасын табады. Күз мезгілінде өнім жинауға арнайы келу жоспарда бар. Мамыр айының алғашқы 2 аптасы алманың жаппай гүл жаратын кезеңі. Келген қонақтар назарына алтын адам Жетісу шеберлер орталығының қолынан шыққан бұйымдары көрмеге қойылды. Біз табиғатты аялай білуіміз керек. Экология дейді, мысалы қазіргі кезде экология өте нашар болып жатыр ғой. Осы әр болашаққа балаларға өте үлгі болатындай, осы біздің Қазақстанда осындай жерлердің көп екенін шетелдер көру керек, білу керек. Осындай жабайы алмалар осы бізден шыққан сезіну керек. Осындай ою-өрнек, қазақы үлгідегі киімдер тігеміз сияқты. Қол өнермен айналысамыз. Ақсу ауданы Жансүгіров ауылында қазақи кестеқана деген сондай неменем бар. Енді бүгінгі фестивалға шақырғаннан кейін келіп отырмыз, қатысып жатырмыз. Бұйымдарымызды халық көріп, бағалап, ұнағандарын алып жатыр.
Жалпы Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи парк аумағы 360 мың гектар. Оның 1,5% осы сиверс ағашы болса, жыл сайын мамандар көшет есебін көбейтуге күш салуда. Мәселен, биыл 1000 түп ағаш отырғызылды. Өте қуаныштымын. Бүгін бізде қолөнер шеберлерін көріп, концерт көріп, өте қуаныштымыз. Ұйымдастырушыларға көп рахмет, алғысымызды білдіреміз. Бәрі қызық өтті. Фестивальге жылда келесіз бе? Бірінші рет келдім биыл. Бірінші рет көріп тұрмыз, бірақ өте қатты ұнады. Фестиваль очень отличный. Так все хорошо сделано. Довольны, по-моему, все. Аялым Сансызбаева, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Сарқан ауданынан.